Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында жасайтын осындай дәмді манты жасайтын боламыз. Мантымыз өте дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. YouTube каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен сиыр етін турап, үстіне іш майымызды турап, жуамызды турап, оны да салып, 40 қабатымызды турап, сұйық майымызды құйып, тұз салып, бұрыш салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қамырын елейтін боламыз. Қамырына тұз салып, жылы сумен қамыр елейміз. Салафанға салып, тұндырып қоямыз. Тұнған қамырымызды қайта басып, осылай жаятын боламыз. Дөңгелектеп жайып, қамырымызды біркелкі жұқа қылып жаямыз. Осылай ішіне салмасын салып, манты түйетін боламыз. Ыдысымызды майлап, ыдысымыздың үстіне салып, қайнап жатқан суға 45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Тамағымыз осылай пісті, өте дәмді болып шықты. Қыздар, сіздер де жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркеліп, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар.